Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді сәбіз салатын дайындаймыз. Бізге керекті заттар тізімі жазылған. Ең алдымен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте капустаны төрт бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. Қиярды да ұзынша бөліктерге бөліп тураймыз. 4-5 дана сарымсақты қосамыз. Дәміне қарай приправа для моркови, тұз, қарабұрыш, паприка саламыз. Жақсылап араластырып, ысып тұрған сұйық майды құямыз. Укропты салып, суы шыққанша мыжып жақсылап араластырып аламыз. Ең соңынан қызанақты саламыз, сосын холодильникке кемінде 1-2 сағатқа қоямыз. Сонымен дайын ас болсын.